Сәлем достар, сіздермен бірге қазақша SMM, менің есімім Аяулым. Бүгін сіздермен біз 2021 жылы SMM трендтер жайлы сөйлесетін боламыз. Тренд дегеніміз қысқа уақыт ішінде қатты танымалдылыққа ие болатын фишкалар. Ең бірінші, 2021 жылдың тренді ол әрине шынайылық. Яғни бізде қазір блогерлер арасында, немесе SMM мамандары блогерлердің арасында өздерін үнемі позитивті тұрғыда ұсынатын блогерлер өте көп. Өкінішке орай 2021 жылы позитивті блогерлер көп адамға ұнамай қалуы мүмкін, өйткені адамдарға шынайылық қажет, шынайы эмоция қажет, шынайы көзқарас қажет. Біз шынайы өмірде қандаймыз, қандай эмоциялар біздің басымыздан өтеді, соның барлығын блогерлер көрсетсе, сондай блогерлер ғана жаңағы өздерінің оқырмандарымен шынайы байланыс орната алады. Екінші, бұл қысқа форматтағы видеолар. Яғни сіз егерде TikTok түсіріп бастап жатсаңыз, онда жалғастыра беріңіз, өйткені TikTok форматында қысқа видеолар алдағы уақытта трендті ең басында тұратын болады. Сондықтан да, мысалы қазір тіпті SMM менеджерлерде Ресей елінде тек қана осы қысқа видеомен ғана обучающий роликтер түсіріп жатыр. Негізі сіздерге идея бергім келіп тұр, өйткені егер сіз SMM менеджер болсаңыз, немесе бастап келе жатқан маркетолог SMM менеджер болсаңыз, онда осы TikTokқа қазақ контентті қылып жасап шықсаңыз болады. Яғни қазақ обучающий контент қылып қысқа видеолар шығарсаңыз, онда көп ұзамай сіз ең танымал SMM менеджерлері болып шығуыңызға әбден мүмкін. Сондықтан да қысқа видео түсіріп бастасаңыз, трендте боласыз. Үшінші, бұл stories making, яғни сіз блогер болсаңыз, көбінесе stories форматтарын сапалы, жақсы түсіруге тырысыңыз. Қазір Ресей мемлекетінде stories мейкерлерді көптеп шығарып жатыр, курстар жетерлік. Сондықтан да алдағы уақытта біздің Қазақстанға да ол stories making келеді, келіп те жатыр. Сондықтан да stories makingті қазден бастап үйреніп алсаңыз, ертең күні бұл отдельный SMM менеджер секілді жалданатын мамандық болады. Өйткені stories, өзіңіз барлығымыз білеміз, ол посттардан қарағанда көбірек қаралым жинайтын, көбірек интерес туғызатын контент. Сондықтан да storiesке көбірек мән беру керек. Төртінші тренд ол визуалға байланысты. Қазір обработкасыз фотолар деген шыққан. Обработкасыз фотолар дегеніміз ол шынайы фотолардың түстерін қолдану арқылы визуал жасау. Қазір қатты фильтр қолдану мүлдем трендте емес. Сондықтан да қатты фильтр қолданбаңыз. Бір түсті, однотипный, бір жылы фотолар болатын болса, өте жақсы. Мен қазір мына жерде примерлер көрсететін боламын. Дәл осындай эстетикалық фотолар 2021 жылы трендте болады. Оның үстіне камералардың, қазіргі телефондардың камерасының разрешениялары өте жоғары болып жатыр ғой. Сол себептен де жылдан жылға фотоларды жақсара беретін болады, обработка азая беретін болады, және камералар, экран, телефонның камералары өздерінің мүмкіндіктерін өсіре беретін болады. Сол арқылы біздің Instagram ленталарымыз блогерлердің, яғни жақсара беретін болады, шынайылыққа жақындай беретін болады, және де блогерлер өздерінің фотоларын, фотосессияларын шынайы, как будто бір профессиональный фотосессия жасаған секілді қылып түсіретін деңгейге жетеді. Жаңадан бастап келе жатқан блогерлер уайымдап кеткен шығар, қазір жаңағы біз қалай көтерілеміз сонда деген секілді. Көтерілесіздер, ең бастысы шынайы болыңыздар, качественный фото, видео жасаңыздар, контент жасаңыздар, және де жарнамаға, рекламаны дұрыс бағытта жіберіңіздер. Өздеріңізді дұрыс позиционировать етіңіздер. Ерекше болыңыздар. Ең бастысы ерекшелік. Келесі бізде бұл продакшн деп аталады. Продакшндар көбейетін болады. Неге? Өйткені қазір блогерлерді шығарып жатқан продакшндар өте көп. Өте көп. Тіпті 5000 подписчигі бар блогерлер продакшнда жұмыс жасайды. Сондықтан да блогерлердің контенті жақсара беретін болады. Соның арқасында блогерлерге келетін рекламаларға да көбейе беретін болады. Яғни ақша айналым жоғарылайды, монетизация. Сол арқылы сіз егерде қазір көтеріліп жатқан блогер болсаңыз, ертең күні продакшнмен жұмыс жасап,
10 есе тез көтерілуге мүмкіндігіңіз болады. Сондықтан да ол жағынан уайымдамаңыздар. Жаңа айтқаным, ерекше болу дегенді ұмытып кетпеңіздер. Фотоблогтар көбейеді. Яғни эстетикалық, органикалық фотолар көбейеді деп әрине кепілдік бере алмаймын, бірақ эстетикалық фотолар арқылы көтерілетін блогерлер көбейетін болады. Әсіресе Қазақстанда. Енді басталып келе жатыр ол нәрсе. Сондықтан да қапы қалмаңыздар, қосылыңыздар, эстетикалық фото жасап үйренсеңіздер күшті. Әсіресе қазақша контентпен. Және де соңғы тренд бұл ешкімге ұқсамау, қайталанбас болу. Әрине сіздің ұстанымдарыңыз, кейбір ойларыңыз басқа блогерлерге ұқсап кетуі мүмкін. Бірақ сонда да сіз ерекшесіз, сіз индивидуальный адамсыз. Сондықтан да өзіңіздің ерекшелігіңізді жоғалтып алмаңыз. Ешкімге ұқсамаңыз, сонда ғана сіз ерекше блогерлердің қатарынан боласыз. Адамдар сізге өздігінен тартылатын болады. Бағана бірінші айтқан трендті ұмытпаңыз, бұл шынайылық. Негізі бұл тренд болмаған. Жалпы қандай да блогер болмасаңыз, мейлі ол 2021 болсын, 2017 болсын, сіз шынайы болсаңыз, үнемі шынайы блогерлер, барлық блогерлерден, жаңа позитивті, өмір позитивті болып жүретін блогерден қарағанда бірінші тұрады. Шынайы блогерлер. Сондықтан да шынайы болыңыз, ерекше болыңыз, ешкімге ұқсамаңыз. Ал достар, бүгінгі видео аяқталды. Егер де сізге ұнаса, лайк қойып, төменде тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған қазақша SMM, менің есімім Аяулым. Көріскенше.